Сәлеметсіз бе? Windows'ты обновить еткеннен кейін немесе Windows'тың бұрынғы старый версиясының үстіне жаңа версия орнатқан кезде дискісі толып қалуы мүмкін. Менде дискісі толып қалды, 16 гигабайт болды басында. Одан кейін мен көптен бері обновление ағытып тастаған болатынмын. Сол қайтадан обновить етіп қосқан кезде менде 16 гигабайттан 7 гигабайтқа түсіп қалды. Ондай жағдайда Windows'тың бұрынғы обновлениесін өшіріп тастауға болады. Бірақ ол әркімнің өз тәуекеліне қарай. Себебі бұрынғы обновление өшіріп тастағаннан кейін кейбір нелер қызметтерде ақау болуы мүмкін. Менде мысалы микрофон істемей қалды. Одан кейін басқа да түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Бұрынғы Windows'қа қайтуға келмей қалады, восстановить етілмей қалады. Ал менде орнатылған Windows'тың компоненттері толық орнатылмағандықтан кетіп қалған екен микрофон, сондықтан қалғанын түгенде орнаттым, обновить етіп. Содан кейін кетті ол проблема. Ал енді тәуекелге барсаңыздар, егер де өшіру қажет деп санасаңыздар, компьютерге кіреміз. Компьютер кіргеннен кейін дискімізді таңдаймыз да, свойствоға барып, очистка диска деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін бізге окно ашылады. Кейде жай ашылуы мүмкін, кейде тез ашылуы мүмкін. Компьютердің жағдайы қандай, соған байланысты. Тереземіз ашылған соң қажет емес притчкаларды алып тастаймыз. Мысалы загрузки деген секілді күні ішінде қажетті құжаттарымыз кетіп қалуы мүмкін, файлдарымыз. Сосын очистка обновление Windows деп тұрады, немесе предыдущий установка Windows деп тұрады. Таңдаймыз да окейді басып, удалить файлы деп келісеміз. Сосын оқып қарап алыңыздар, ескерту жасалады. Ескертуден кейін да деп басып, арғай файлымызды өшіреміз. Ұзақ уақыт алуы мүмкін. Мен өткізіп жүремін. Сосын обновить етіп тексеріп көрсеңіздер болады.